ұбт-ның математикалық сауаттылық есебі. Оны білу үшін оң жақта плюс батырмасының басын менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Бүгінгі есебіміз өте қызықты. Ернар, Марат, Саят үшеуінде бастапқыда бірдей мөлшерде комплект болды дейді. Яғни Ернар, мына бір бөлшеді, Марат, мына бір бөлшеді, Саят. Үшеуінде бірдей мөлшерде бір комплект болды дейді. Яғни қанша денеген білмейміз бірақ. Ернар өз комплектінің жартысын Маратқа берді. Марат содан соң Марат өзінде барлық комплектінің жартысын Саятқа берді. Саятқа барлығы 70 комплект болды дейді. Ең сонда Марат неше комплект болды дейді. Енді өшірімін былай есептеймін. Осыны процентпен шығарайық. Яғни бастапқыда әрқайсысында 100%-ық комплект болды деп есептейік. 100%-ық комплект болды. Міне, осылай қарастырайық. Яғни жарты мынаған берді деген сөз 50% мынаған берді. Сонда бұда қалды 50% комплект қалды, мына өшті уже. Мынаны қосып 150 болды. 150-дің жартысын мынаған берді, сонда бұда қалды 75% комплект қалды. Мына екеуі кетті, мынау енді 75 қосылып берді, сонда 175% болды. Яғни бұл жерде пропорция алатын болсақ, 175% дегеніміз 10-ық бөлшектінде 1/100-ден 75 деген сөз. X тең болады, 70-ге тең болады дейді. Енді 1/100-ден 75 аржақ бөліп өткен кезде, оны бөлетін болсақ, бізде 40 шығады деген сөз. Сонда Саятта 40 дейді, яғни X-іміз 40-қа тең болды. Ал енді Маратта деген сөз, Маратта бастапқыда ең сонда 75% қалды. Ол 75% дегеніміз 40-қа көбейтеміз 0/100-ден 75. Ал 0/100-ден 75 дегеніміз бұл 4-тен 3 деген белгі. 4 пен 40 қысқартып 13 көбейтсек бізде 30 деген комплект шығады екен. Жауабы бізде Д жауабы тура келіп тұр. Немесе X-пен де шығарсақ болады, яғни X деп сонымен 15 шығарады. Бірақ өзі сәл қиындап кетіп, бұл жерде процент болған сәл ыңғайлы болып тұр.